Сәлем достар, сіздермен мен Әйгерім. Сіздермен бүгін үй жағдайында өте жұмсақ болып шығатын торттың рецептіменен қарапайым рецептпенен бөлісемін. Ол үшін каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Ал ендеше кеттік. Ең алдыменен айранымызға 1 шай қасық ас содасын салып, араластырып алатын боламыз. Ас сода салғаннан кейін осылай көлемі ұлғаяды. Одан кейін үстінен қантымызды салып араластырып алатын боламыз. Қантымызды ертіп, үстінен 2 жұмыртқамызды саламыз. Тағы да жақсылап араластырып жіберетін боламыз. Тағы араластырып, үстінен қамыр қопсытқыш разрыхлительді салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Үстінен сұйық майды құйып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызды салып, ұн илегіштің көмегіменен осылай өткізіп алатын боламыз. Бірінші бөлігін 2 бөліп салатын боламыз. Бірінші бөлігін салып, осылай араластырып аламыз. Бірінші бөлігін салып болғаннан кейін, жақсылап араластырып болғаннан соң, какаомызды да ұн илегіштің көмегімен өткізіп аламыз. Какаоны міндетті түрде ұн илегіштен өткізіңіздер, себебі түйіршіктері бар болады. Солар қалып кетпес үшін ұн илегіштің көмегімен өткіземіз. Какаомызды да жақсылап араластырып, тағы да 2-ші бөлік ұнымызды салып, араластыратын боламыз. Толық рецепті описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Описание бөліміне өтіп көрсеңіздер болады. Қою масса шығады. Оның барлығын қосып болғаннан кейін қайнап тұрған ыстық суымызды құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Осындай бізде сұйық масса пайда болады. Кез келген формаға құйып пісіріп алсаңыздар болады. Менде 22 сантиметрлік диаметрлік формаға салып пісіріп аламыз. Барын қалыпымызға салып, алдын ала пешті қыздырып, осылай ауа қалып кетпес үшін ұрғылап жіберетін боламыз. Пешіге салып пісіріп алатын боламыз. Міне бізде өте жұмсақ бисквитный пирогымыз пісіп шықты. Енді ол суығанша кремімізді дайындайтын боламыз. Кремімізге қаймақ, 20% қаймақ, мейлінше қою қаймақ таңдаңыздар, сонда кремдеріңіз жақсы шығатын болады. Және де вареный сгущенканы қолданамыз. Кез келген крем жарайды болған, өз қалауларыңызша. Мен ылғи да оңай рецепттерменен бөлісемін. Сондықтан осылай варенкаменен қаймақты араластырып, крем жасап аламыз. Содан соң бисквитімізді 2 бөлікке бөліп, өте жұмсақ, бірінші бөлігіне жақсылап 3-тен 1 бөлігін кремін жағып шығатын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Толықтай жағып, өз қалауларыңызша шоколадпен сәндесеңіздер де болады, немесе осылай жан-жағындағы артылғанменен бетіне сәндік ретінде қолдансаңыздар да болады.
міндетті түрде жасап көріңіздер. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.